Патша мен сарғалдақ. Ертеде бір пәрменді патша өмір сүріпті. Ол тастай қатты, мейірімсіз, қаһарлы қатыгез, қара халыққа қайырымсыз болыпты. Әрі сараң, әрі өзімшіл қомағай патша қол астындағы жұртынан ұнамды, жақсы нәрсе көрсе тартып алып бұқараға күн көрсетпепті. Уәзірлері де халықты қан қақсатыпты. Олар патшаның бұйрығын бұлжытпай орындаймыз деп, кім патша туралы жағымсыз сөз айтса, сол адамның басын шауып тастап отырыпты. Бір күні патша сарайында ойын-сауық тамашалап отырады. Сол кезде сарай алдындағы үлкен тасқа бір сарғалдақ келіп қонады. Кімнің басы ақылсыз? Патшаның. Кімнің жаны рақымсыз? Патшаның, деп сайрай жөнеледі де, екінші тасқа қонып, тағы айтарым тағы бар, патшаның басы алынар, дейді. Ашуланған патша айдаһардай ақырып, дереу сарғалдақты ұстауға бұйрық береді. Уәзірлері құсты ұстап, жүнін жұлып, отқа қақтап пісіріп, патшаның алдына әкеліп қояды. Тағы айтарым тағы бар, патшаның басы алынар, деп сарғалдақ бағанағы әнін қайта бастайды. Патша сарғалдақтың парша-паршасын шығарып, жұлмалап жеп алады. Сонан соң көңілі жайланып, уәзірлерін ертіп серуенге шығады. Кенет күтпеген жерден патшаның ішінен сарғалдақтың тағы дауысы шығады. Тағы айтарым тағы бар, патшаның басы алынар, деген үні естіледі. Патша шошып кетеді. Барлық емшілерін шақырып алып, мынау ішімдегі бәлені құртыңдар, деп әмір етеді. Олар патшаға дәрі береді. Сәлден соң сарғалдаққа жан кіріп, қанатын қомданып, ұшуға ыңғайланады. Сарғалдақ тірі кетпеуі тиіс. Қылыштарыңды қынынан суырып, мені қоршап тұрыңдар. Сарғалдақ қалай көрінсе, сол сәтте басын қағып тастаңдар. Тірі кетпесін. Осы жолы басын алмасаңдар, бәріңді де дарғасамын, дейді. Қорыққан уәзірлер қылыштарын әзірлеп тұра қалады. Кенет сарғалдақ пыр етіп ұшу жөнеледі. Уәзірлер қылыштарын сермеп қалады. Қылпылдаған қылыштар сарғалдаққа тимей, патшаның басын жұлып кетеді. Сарғалдақ қанатын керіп, бар пәрменімен шарықтап ұшады да, биік ағаштың бұтағына қонып. Не айтамыз басқа біз, бассыз қалды патшамыз, деп әндетеді. Халық патшаны жерлеп, өз ортасынан әділ де батыл ұлын патша қояды. Сөйтіп еңбекші ел мұратына жетеді. Осымен ертегім де бітеді. Арнаға тіркеліп, өз пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар.